хан туындаған саяси жағдайларға байланысты ұзақ ойланып, Ресей империясының қол астына кіруге шешім қабылдайды. Ресей империясы Әбілқайырдың шешімін нақтылау үшін қазақ еліне елші етіп тілмаш Мәмбет Тевкелиевті жібереді. Шешімін қазақтың рубасылары, би батырлары бір ауыздан қолдамайтынын сезген Әбілқайыр елшіні рубасылармен кездестірместен бұрын оңаша сөйлесу үшін Тевкелиевті қарсы алуға алдынан өз шығады. Әбілқайыр хан өз қонысынан 2 шақырымдай жерде Ырғыз өзенінің бойындағы Маңтөбе деген жерде елшімен кездеседі. Әрмен қарай оқиға былай өрбиді. Аман-есен жеттіңіз бе? Жол жөнінде қиындық көрген жоқсыз? Аман, дұрыс жағдай бар. Қалай болар белгісіз. Ертең рубасыларының жиынына шақырмас бұрын өзіңізбен оңаша кездесуді жөн. Елдегілер елшілік келе жатыр деген хабарды естіп, көңілдеріне бір секем қашып, менің әр адымымда. Кеше өзіңізбен келе жатқан әскер адамдарын көрген билер маған келіп, сізбен оңаша кездесуге тыйым салды. Содан бері не пәтуа байласып жатқандарын бір Алла. Оларға одан болу жайындағы әңгімені абайлап айтып отыр. Сіз олай абыржымаңыз. Әлі де үміт бар. Жарайды, бұныңыз түсінікті. Ақ патшаға елші салғаныңыз қалай болды? Мәмбет мырза, енді екеуміз не болса да бір қамытқа жеңіл. Бір-бірімізге өшіккеннен келер пайда шамалы. Алдымен бұл жағдайда не істеп, не қоярымызды ақылдасайық. Маған да оңай емес, Мәмбет мырза. Мен бұл шешімге тығырыққа тірелгеннен барғалы тұрмын. Бір жағында Қытай, бір жағында Қоқан, бытыраған қазақты қой шағырарын сезіп тұрмын. Сондықтан да ақ патшаға хабар жібердім. Бодан болудан басқа амал жоқ. Жарайды, бұныңыз түсінікті. Ал егер қол астыңыздағы рубасылар қарсы болып отырса, бұл ісіңізді қалай жүзеге асырмақшысыз? Ғафу етіңіз елші мырза. Сіз біздің жұрттың арды екенін естуіңіз бар ма? Ендеше арда малдың асау келетінін де білесіз ғой. Асауды күшпен емес, мына айламен алады. Күш көрсетсеңіз, күшіккен деген тұрамыз. Ал айламен арыстанды ноқталау. Қазақ жұрты арыстан сияқты. Әлсізге тап болса мерт қылады, әлдіге тап болса мерт болады. Қазақта жылы-жылы сөйлесең, жылан да іннен шығар деген мақал бар. Ол оның ықылас ілтипаты бәрінен жоғары қоятынын білдіреді. Сіз де оларға келе сала ант бер демеңіз. Әйтпесе үркітіп аларсыз. Алдымен сый-сый апа түсініп, жағдайды жеңілдетіп алыңыз. Сыйлық жағынан қымсылмаңыз. Бірақ олар сонда да маған қастандық ойлап жүрмей ме? Ондай жағдайда сізден маған не көмек? Егерде қазақ шонжарларына көңілдерінен шығатын сыйлық тауып бере алса, олар қастық жасамайды. Керісінше, ақ патшаның боданы болуға бәрі сіз бен бізге қарыз. Сені мұнда кім шақырды? Қашан айдап әкелсін? Ай, мені мұнда шақырған өздерің. Сендер Ресейдің қол астына кіреміз дедіңдер. Сол уәде бойынша мені мұнда жұмсап жүрді. Билермен ақылдаспай, хан шешім шығармайтын ата-баба жолы қайда? Мына біздің аузымыздан орыстарға бағынамыз деген сөз шыққан жоқ. Шықпайды да. Басқа елге
Бодан ханның жазасы не екенін білесің бе сен? Білесің. Әңгімені бастамастан бұрын мынау ақ патшаның қазақтың өздерің сияқты игі жақсыларына жіберген сый-сияпаты көрінеді. Шамасы ықыласым жерде қала қоймас дегені болар. Мынау әлгі қиқшай дейсің. Осы орысында жоқтың бәрі бар я. Мынау Қытайдың жібек бодысың. Сендерді ме? Бала ұқсап тәттіге алданған. Орысқа бодан болдым дегенше, басбайлық құл болдым десеңдерші. Мен бұған келіспеймін. Қазақ, Құран ұстай халықтаған халық. Бізді ноқталап ұстағысы келеді ме мына жансыз? Бұл шоқаншықтың басын кесіп, ақ патшаға сәлемдеме етіп жіберу керек. Тәй! Тоқтатыңдар болды. Ел басына қара күн туғанда хансыз ғой. Алдымызға шығыңыз деп жағалағанды жақсысыңдар. Ал енді хан екенмін деп бір нәрсе жасай қалсам, осылай әр қайсың әр шалғайынан тістелеп шығасыңдар. Сонда менің хан болғандығым қайсы? Ел басына күн туды, тарша бытыраған қазақтың қолын жинар уақыт келді. Өзім не болсам сол болайын. Артымдағы ұрпағым аман болса болғаны. Мен өз міндетімнен құтылдым. Басқалардай басымызға пана керек десеңдер, мына менің артымнан еріп елшіге ант беріңдер. Ал егерде ант бермейміз десеңдер, осылай қалыңдар. Өз басым бұндай тіршіліктен шаршадым. Әрине, ақ патша өзіне сенім артқан қайым бетінде тағдырын тәлкегіне қалдырмайды. Мына өздеріңізді де ірім бұтақтарыңызбен мейірбан падишаның қамқорлығына алады. Сіздер Ресейдің қол астына кіретін болсаңыздар, өмірлеріңіздің жарқын болуына мен сенімдімін. Біз орыспен тату болайық дедік, одақтас болайық дедік. Қол астында құл боламыз демедік. Оны шығарған өзің, оның еліміздегі жансыз екенін біліп отырмыз. Бүгін сен оңайлықпен кетемін деп ойлама. Саған қандай жаза қолданатынымызды бүгінгі жиын шешеді. Даурықпаңыздар. Мына қателеспесем, сендерде, қазақтарда Аяз би әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деген сөз бар секілді. Қазір қарап отырсам, осы сөздеріңді өздерің жоққа шығарып отырсыңдар. Орыспен одақтас болмаймыз, қол астына кірмейміз дейсіңдер. Сендер алдымен мына өздеріңе қарап алыңдар. Ақ патшаға құлмен де, құтанмен де одақтас болып не көрдікті. Біз сіздерсіз де одақтас табамыз. Сіздерсіз де бағыншылар табамыз. Ресейдің қол астына кіретін болсаңыздар, кіретіндеріңізді айтыңыздар. Ал егер олай болмаса, мені жолымнан қалдырмаңыздар. Ой, шоқыншық неме, не де болды? Мен солдаға салатын несі қалды? Қазақтың басына ауыр күн туғанда тартынып қалған жерім жоқ. Ағайы, бір кісіге риза болсаңдар, мына маған риза болатын жөндерім бар. Әлі де тартысатын жаумен тартысуға, айтысатын жаумен айтысуға дайынмын. Бірақ қызыл тілде буын жоқ деп жөнсіз сөйлеу ата-бабаның заңында жоқ. Ал осымен қызыл кемірдек дауды қояйық. Ант бергілерін келмейтіндерге зорлық жоқ. Ант бергілерін келетіндер бері шығыңдар. Ал Алдияр хан, антты өзіңіз бастап беріңіз. Иә, Бөкенбай дұрыс айтады. Антты өзіңіз бастаңыз. Бірақ алдымен мен сіздерді ақ патша Анна Ион қызы қол қойған грамотаның талаптарымен таныстырайын. Біріншіден, қазақтар ақ патшаға адал қызмет көрсетіп, башқұрттар секілді уақытын салық төлеп тұрады. Екіншіден, орыс мемлекетіне бағынатын өзге жұрттар тарапынан жапа шекпейді, және өздері де оларға жәбір көрсетпейді. Үшіншіден, Ресейге бағынышты жұрт болғандықтан, бөгде мемлекеттер мен жұрттар тарапынан қысымшылық көре қалған жағдайда, ақ патшадан қорғансыз дейді. Төртіншіден, қазақтар Ресейге бодандығы башқұрт және басқа жұрттардан түскен тұтқындарын өздеріне қайтарып алып, өз тұтқындарын өздеріне қайтарып береді. Грамотадағы талаптар екетпей орындалуы тиіс. Барлығыңызға түсінікті шығар. Ал кезек сіздікі.
Аллаға тәуекел етем. Осы шешімді қабылдамақ. Я Алла, қазақтың болашағын бұлыңғырла көр. Әуелі атта өзім бастап берейін. Ақ патшаның алдында айтқан сөзімді Алланың алдында да айтам. Сөзім сөз, уәдем уәде. Қазақтың тағдыры таласқа түскен шақта Әбілқайыр хан қазақ елінің тарихын осылайша қалыптастырды. Ақ патшаға әуелі өзі бастап ант берді. Әбілқайырдың бұл қадамын құп көрмей қарсы шыққандар да, қолдағандар да болды. Алайда қазақ елі уақыт өте толығымен екі басты бүркіттің қанатының астынан орын алды. Яғни Ресей империясының құрамына енді. Дегендер қамын жегендер адал көрендер намысы қайнағандар ел үшін Құрметті жаны жайсан көрермен, біз бұл Әбіш Кекілбаевтың Үркер романының үзіндісімен 18 ғасырда Әбілқайыр ханмен қабылданған қазақтың болашағының маңызды шешімін суреттеген болатынбыз. Тарих толғауында өткен хандарымыздың, билеріміздің осындай қабылдаған шешімдерін бағалап, құрмет тұтайық. Рахмет.